адам бар. Оқиға куәгерлердің айтуынша бұл маңда жол апаты алғаш рет болып тұрған жоқ. Медициналық колледждің 3-ші курс студенті Зарина Әбдіжалилова оқиға болған кезде жол бойында тұрған. Оның сөзінше бұл аумақта жаяу жүргінші өткелі жоқ. Ал студенттердің түскі үзілісі небәрі жарты сағат. Үлгеру үшін жүгіріп өтеміз. Көлік астына түсе жаздаған сәттеріміз көп болды дейді ол. Жас қыз бұл мәселеге тиісті назар аударылатын уақыт әлдеқашан жеткенін жеткізді. Студенттер тола еді, және де пробка көп еді. Мына ортаға негізі пешеход қойса жақсы болар еді, өйткені біздің колледжде студент көп. Бірақ та мына жақта да пешеход бар, мына жақта да пешеход бар. Сол себептен бұл ортаға бізге пешеход қойып бермейді. Бірақ студенттер мына жаққа тамақтануға, басқаға дүкендерге өтеді. Ал Түркістан қаласының полицейлері болса оқиғаның барлық мән-жайы мен қаққан жүргізушінің құжаттарын дайындауда. Енді жасөспірім баланы қаққан азаматқа әкімшілік жаза тағайындалуы мүмкін. Оқиға түскі уақытта болған. Дәл мен тұрған жер Қожанов көшесінің бойы. Көлік ағыны көп, өздеріңіз көріп тұрғандай. Алайда жаяу жүргінші жолы мына жерден алыстау. Кем дегенде 200 метр, былайынан да суда 200-300 метр асыққан студент түскі асты ішуге шыққан екен. Бұл жерде естеріңізге сала кетейін, студенттердің айтуы бойынша былтырда дәл осындай адам қағу фактісі тіркелген екен. Қазіргі таңда жол көлік оқиғасынан зардап шеккен 2010 жылғы жасөспірім студент балалар ауруханасында. 11 қыркүйек күні Түркістан қаласы Қожанов көшесінің бойында орналасқан көп сала медицина колледжінің алдында Д есімді азамат рұқсат етілмеген жерде жолды кесіп өтіп, Мерседес автокөлігі Д есімді азамат қағып, жол көлік оқиғасы орын алған. Ақ халаттылар оның жағдайы жақсарып келе жатқанын жеткізді. Айдос Игликов, Досжан Аяған, Түркістан 24.